Қазір дала жел болып тұр. Мен бір мысал айтып кетейінші қазақтың дүниетанымынан. Мына қараңдар. Осындай дастархан сыйлауды үйрете алмаған дін қазаққа қалайша үлгі болады деп білесің бе? Мысалы, бірақ мысалы ғой, ондай миллион болып жатыр діннің ішінде. Дін халықты түзететін болса, мынау араб елдері тіпті жолда жүреді. 1400 жыл болды ғой сол діннен шыққан. Бұл кезге түсіретін уақыт болды солар. Жақсы бір өркениетке жетеді. Бірақ оны біз көріп тұрған жоқпыз. Солай. Бірақ нәрсенің өзі айқындап тұр бұны. Басқасын айтпағанда. Басқа көп айта берсек таусылмайды. Біздің аталарымыз, мысалы, дүниеден озып кеткен болса да, осы жерімізді қорғап қалған. О дүниеде болса да. Қалай дейсіңдер ғой? Бұл баяғы СССР құрылған кезде, шекара бөліскен кезде, енді шекара кезінде әрқашан дау болады, қатысады ғой бәрібірде. Сол кездерде, мынау менікі деуі мүмкін, ана жақ менікі деуі мүмкін. Сол дауды шешу үшін мына жергілікті молаларға қараған көбіне. Өйткені мына жерде кімдер жатыр мына молада? Өйткені молада адамның аттары, руы бар, бәрі жазылған. Соған қарап жерді бөлген. Әйтпесе біздің көп жеріміз кетіп қалуы да мүмкін еді. Онсыз да кетіп қалды біраз жеріміз әрине. Дегенмен де осыншама жерді енді қазіргі қалпын сақтап қалуда осы ата-бабамыздың үлесі бар. Ана дүниеде отырса да, өйткені біз моланың атын жазып белгілеп кетеміз. Мынау арабтар сияқты былай жай көмесе алмаймыз, анау топырақ қылып ip тастайды ғой, не аты жоқ, не заты жоқ. Соның пайдасы тиді. Сол үшін де аты жөнін жазып сүгіретін қойып қойғанның ешқандай зиян жоқ. Ешқандай. Ол келіп кетер, ешкімге зиян жоқ оның. Сүгіретін қой, басқа қыл, ешқандай. Ол қаражатын жұмсаса, ол өз қаражатын жұмсап жатыр. Оған бір кеткен қаражат, бір адам күнделмейді ғой. Білесіңдер ғой. Дүниеден озған екен, енді соған бір кішкене жақсылап жасаған болса, ода тұрған ештеңе де жоқ.